Аяқтан өткен сызды дер кезінде емдеу керек. Қыс мезгілі былай тұрсын, жаз мезгілінде далада қапырық 40 градус ыстық кезде аяғы мұздап терлеп жүретіндер сіздердің де араларыңызда бар шығар. Жанына батып ауыртпаған соң тексерілді құптамайды. Жарайды, ол кезде аяғыңыз мұздаса да, бойыңыз жылы жүреді емес пе? Ал қыс мезгілінде аяғыңыздан суық өткізіп алудан сақтаныңыз. Өйткені аяқтан өткен сыз басыңыздан бірақ шығады. Мұрныңыз пысылдап, көзіңіз жасаурап, жөтеліп, түшкіріп шыға келесіз. Әсіресе қысы ылғалды болатын Шымкент жұртшылығына өте таныс жағдай болса керек. Қар жауып тұрғанымен аяғыңызбен су кешіп жүресіз. Бұл енді табиғаттың құбылысы. Ал біз өз жағдайымызды ойлайық. Аяғыңыздан өткен сыз бүкіл денеңізді шымырлатпасын десеңіз, әжелерден қалған емдеу тәсілдерін ұсынамыз. Қажетіңізге жарап, шипасын беріп жатса, тек қана қуанамыз. Үйге келе салысымен бір дана картопты қабығымен қайнатыңыз. Сосын қақ ортасынан екіге бөліп, екі табаныңызға танасыз. Сыртынан жылы көрпе орап, картоп салқындағанша жата тұрыңыз. Шамамен 30 минуттан соң компрессті алып, жылы шұлық киіп алыңыз. Аяқ күймейтіндей температурадағы ыстық суды шылапшынға құйыңыз. Оған 2 шай қасық қыша араластырып, аяғыңызды суға салыңыз. Шамамен 20-30 минуттан соң аяғыңызды судан алып, құрғатып сүртесіз. Соңынан жылы шұлық киіп алуды ұмытпаңыз. 6% алма сірке суымен аяғыңызға массаж жасаңыз. Табаныңызды саусақтарыңыздың айналасын жақсылап сүрту керек. Емді 15 минутта жүргізген жөн. Аяқтан өткен суықты емдеуге арақтың да көмегі зор. Ол үшін алақаныңызға арақты құйып алып, аяғыңызды, балтырыңызды баяу қимылмен уқалайсыз. 200 грамм араққа 2 шай қасық қызыл бұрышты араластырыңыз. Араласпаны 10 күнде күн тимейтіндей қараңғы жерге қоясыз. Белгіленген уақыттан соң дайын болған тұнбамен аяғыңызды сүртесіз. Емді ұйқыға жатар алдында жасау керек. Балаларға арналған крем немесе вазелинге қызыл бұрышты гүлшеттен розмарин мен камфор майын араластырыңыз. Дайын болған қыздыратын кремді табаныңызға бір келкетіп жағып, матадан тігілген жұқа шұлық киесіз. Крем табаныңызға толық сіңген кезде сыртынан қалың шұлық кию керек. Ескеріңіз, қызыл бұрышты шамалап қоспасаңыз, аллергиялық реакция беруі мүмкін. 1 литр ыстық суға 10-15 тамшы гүлшеттен, яғни розмарин, қалампыр, гвоздика, даршын, корица майы мен 2 ас қасық сүт араластырыңыз. Дайын болған қоспаны табаныңызға ысқылап жағыңыз. Шамамен 20 минуттан соң масканы дымқыл сулықпен сүртіп аяғыңызда құрғатыңыз. Артынан жылы шұлық киіп алуды ұмытпаңыз. Осымен достар, бүгінгі видеомыз өз соңына жетті. Видео ұнаса жақындарыңызбен бөлісе отырып, арнаға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі видеода кездескенше сау саламатта болайық.